Бүгін Муфтият медиа орталығы ресми ашылды. Игі шараға бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы, төраға орынбасары Ершат Оңғаров, аппарат басшысы Ғылымбек Жәдігерұлы және діни басқарма қызметкерлері қатысты. Орталықта бас муфтиге ақпарат және қоғаммен байланыс бөлімінің меңгерушісі Марат Бектазин толық таныстырды. Қазіргі қоғамның сұранысына сай жабдықталған орталықта 5 бөлме бар. Муфтият KZ сайты, халық арна телеарнасы шығатын бейне материалдар мен дизайнерлік өнімдер осы жерде дайындалады. Медиа орталықты ресми ашқан бас муфти қазіргі ақпарат айдында халыққа қажетті дүниені ұсынып, ихсан ілімін тереңнен насихаттауымыз қажет деді. Біздің жаңа халық арнасының бүгін сайындерінің несі отыратын жері халық арнасы қазірнеке қосылыптыр. Ғаламтор сектор осы жерде қазіретінке. Бұдан бөлек республикамыздағы 21 сайттың күнделікті жұмысы осы жерден сараланып, қадағаланып отырады. Сонымен қоса дәл қазір біз 43 жобаны дайындап қойдық. Оны концепциясы жасалды өткенде. Оның анықтамасы барлық дүниесі жасалды. Енді тек қана өздеріңізбен ақылдасып бекіту мәселесі қалды. Кейін бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы әр бөлімнің жұмысымен жеке танысты. Хикмет студиясы дайындап жатқан аудио, бейне материалдар, муфтият тынысы, иман шуағы сынды хабарлардың жоспарын қарап, бөлімді дамыту бойынша нақты тапсырмалар жүктеді. Айта кетейік, жыл басында бас муфти ақпарат және қоғаммен байланыс бөлімін құрып, муфтияттың ақпарат айдынына тың серпіліс берген болатын. Ал бөлім қызметкерлері артылған сенімді ақтап, дін насихаты жолындағы еңбегін жалғастыра бермек.